Венгрлер қыпшақ қой, қан тартады да бәрібір. Қол өнерде міндетті түрде ою пайдаланады. Мысалы қараңыздар небір. Мынандай метро секілді электричка келді. Осы мен Будапешттің төңірегіндегі Сент-Андре деген қалаға бара жатырмын. Тілім әрең келді ғой, Сент-Андре. Достар, Сент-Андре Петропавлға біздің қатты ұқсайды. Не үшін екенін айтайын ба? Бір адам қазақша сөйлемейді ғой. Мұнда келсеңіз, славян халқының қол өнерінен көп байқайсыз. Міне мәселен мына жастыққа қараңыз. Украин, орыс, белорус халқының туындысы секілді, бірақ олай емес. Бұның бәрі серб халқына тиесілі. Себебі 15-16 ғасырларда Осман империясынан қашқан сербтер осында келіп паналаған, сонымен қатар гректер де осында келіп паналаған.